Елестетіп көріңізші, көлікке жанармай керегі жоқ, пешке отын салудың да қажеті жоқ. Телефоныңыз үзілмей жұмыс істеп тұрады. Сіздің механизміңіз үнемі электрқуат беріп тұрып, оның орнына еш нәрсе алмайды. Адамзат өмір бойы осындай мәңгілік қозғалтқышты армандап жүр. Шамамен 1150 жылы үнді философы Бхаскара сынаппен толтырылған ыдыстары бар дөңгелек түрінде мәңгілік қозғалтқыштың жобасын жасады. Ол дөңгелектің айналуы кезінде сұйықтық әр ыдыстың түбіне ағып кетеді деп ойлады. Осылайша доңғалақтың бір жағы екіншісіне қарағанда ауыр етеді. Бұл әркелікілік дөңгелекті мәңгі айналдыру керек, бірақ әрине бұл жұмыс істемеді. Леонардо да Винчи бір кездері мәңгілік қозғалтқыш идеясына қызығушылық танытты. Ол тіпті бірнеше сызбалар жасады, бірақ содан кейін мұндай құрылғы ешқашан жұмыс істемейтінін мәлімдеді. 1712 жылы сағат жөндеуші Иоганн Беслер мәңгілік қозғалтқышты ойлап тапқанын айтты. Ол мәңгілік айнала алатын үлкен ағаш дөңгелектерді жинады. Оның өнертабысы сынаққа алынды. 2 апта бойы бөлмеде ешкім болмаса да дөңгелек өзімен өзі айналды. Ақыр соңында Беслердің қызметшісі бір адам жіп тартып көрші бөлмеден дөңгелекті айналдырып тұрғанын айтты. Бірақ біздің заманымызда да жаңа идеялар пайда болады. 1999 жылы британдық инженер Родер Шойер әлемге өзінің мәңгі қозғалтқышының нұсқасын магнитрон мен резонатордан тұратынын M-Drive қондырғысын ұсынды. Кейбір зерттеулер күш бар екенін тіркеді, ал кейбіреулері жоқ. Құрылғы тіпті NASA Американдық ғарыш агенттігінің арнайы бөлімшесінде сыналды. Аяғында 2021 жылы M-Drive ешқандай күшті тудырмайтыны дәлелденді, және осыған дейін зерттеу есептеулерде қателіктер жібергені анықталды. Біздің ғалам физикасының іргелі заңдарына байланысты мәңгілік қозғалтқыш мүмкін емес. Талдап көрсек, біріншіден энергия ешқайдан шықпайды және ешқайда кетпейді. Сондықтан ешқандай механизм сыртқы әсерсіз мәңгі жұмыс істей алмайды. Сағатты күн сайын бұрау, машинаны бензинмен толтыру керек. Екіншіден, кез келген механизм бір-бірімен және ауамен үйкелесетін жылжымалы бөлшектерден тұрады. Сондықтан уақыт өте келе механизм тоқтайды. Сонымен қатар, қатты үйкеліс жылуды тудырады. Бұл жылытудан шыққан жылу механизмнің жұмысына емес, жай таратылады. Біз машинаға қанша энергия берсек те, оның кішкене бөлігі ғана жұмысқа кетеді. Мәңгілік қозғалтқышты ойлап табуға болатынын айту қиын. Біз ғалам туралы әлі көп нәрсе білмейміз. Мүмкін материяның жаңа түрін немесе физиканың жаңа заңдарын ашамыз. Біздің әлемде бәрі мүмкін, ең бастысы білім. Достар, сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Сондықтан, егер шығармаларды ұнатсаңыз, арнаға жазылыңыз. Сонымен қатар, осы видеомен достарымен бөлісіңіздер. Кездескенше.